Сол таяңда Алласы өзі қуат бергендей Марғұға қатайып, белін бекем буды. Ерегіскенде алысқа кетпекші, бірақ қайда бармақ? Артқа төсіндегі төркініне жете алар ма? Барғанда кімге ат басын тіркемек? Әке-шешем тұрған жоқ. Ол жақтағы ахуал қандай екенін кім білген? Халық жауының бала-шағасын кім құшақ жая қарсы алар дейсің? Ойлап-ойлап балаларын күйеуінің туғандарына қосуды ұйғарды. Өзінде ұстап кеткенде күн туса, олар қандас, бауыр туысының қолында қалсын деді. Марғұа өткен жылғыдан қалған іліп алар, жүн түзу деген заттарды шетінен сатуға кірісті. Жолдарына, балалардың ас-суына қаражат керек. Өткен бағаларына беріп әжептәуір пұлдың басын құрады. Қайнысына хабарласып жай күйін айтып еді. Балаларды алып, осында жет, бір жерде болайық деді сөзге келмеспен. Күні кеше ғана баласын айтын жасөспірімді паналанып, қорғап, тұтып барар лайық емес сияқты. Бірақ лаж жоқ. 3 баламен пойызға отырған Марғұа бір өкініш, бір үрейдің жетегінде алды бұлыңғыр беймәлім жолға шықты. Арманына балаған алматысын тастап, Айдаһардың аузынан балапанын алып қашып бара жатқан қорғансыз ұябасар құстай сезінді өзін. Көңілі бұзылып келеді, бірақ жыламауға тас бекініп алған. Жалпыға арналған вагонда қақайып отыр. Шүпір-шүпір балалары құдды балапан тәрізді. Әулиеатаға таң ата келіп түсті. Енесімен, қайнысымен көрісіп табысты. Қайнысына жақындап жүрден үйі жалдап алды. Мұханың шаңырағын бөлек ұстап отырмақ. Бастарының бір жерге тоғысқаны мұндай оң болар ма? Ой жобасы алдамапты. Соңғы оқиғалар кәдімгі есейтіп жібергендей. Байсалды, орнықты тартып, азаматқа лайық қалып кеткен. Екі шаңырақтың ендігі бас көтерер өз екенін ұғынып, Мұханның 3 баласының да тауқыметін өз мойнына алардай пейілі ашық. Жүгі жеңілдеген адамдай Марғұа сонда да бір деп кең тыныстаған шығар-ау. Жайғасып орналасып балалар жаңа қонысқа үйреніскен соң Марғұадан тағы маза кетті. Көңілі Алматыға ауды. Күйеуінің жай күйін білгісі келді. Ол жақта қалған киім-кешектерін күн суытпай тұрғанда жеткізіп алсам дейді. Балаларын әуел Құдайға, соң енесіне тапсырып Алматыға барып қайтқысы келді. Мұхан жайын ойласа үйге сыймай кетеді. Ақыры жолға шықты. Алматыға келіп түскенде күздің күні еңсесі басқандай бұлыңғыр, ұйыған боз тұман екен. Бүркіп майда жауын жауып тұр. Вокзалдан шығып дағдарып біраз тұрды. Қайда бармақ? Өзінің иесіз қалған құтсыз үйіне баруға жүрегі жайлыққандай. Марғұаның осында немерелес сіңлісі тұрушы еді. Жаяу жалпы сол сіңлісінің үйін іздеуге шықты. Мойнына су кеткен ол көше-көшені аралап көп жүрді. Күн бір жуса, терек екі жауып, малмандай су болып тұрған шақта ол ақыры тапты. Апыр-ай, қайдан жүрсің? Балаларың қайда? Түрің не болып кеткен деп асты үстіне түсіп жатыр. Бәрін айтамын әлі. Өлтірмейін десең бір шыныстық. Шайыңды берші деп сылқ етіп отыра кетті. Әрине деп сіңлісі ас үйге қарай зып етті. Ес жиып, әл шақырған соң өткендегі қағазы бойынша тергеушіге телефон соқты. Арғы жақтағы дауыс түнгі сағат 12-де келіп жолық деп келте қайырып телефонды қоя салды. Ал керек болса, Құдайдың күні көріп қалғандай түн ішіне шақырған десе, тегін емес шығар. Тоқал ешкім үй сұраймын деп тұқылынан айырылыпты болып жүрмесін. Аждаһаның аранына өз аяғымен барып кіретін түрі бар. Алла өзің жар бола көр. Келдіден соң бару керек. Жаңадан жеркелесіп табысқан туыстарымен жылап қоштасып, іңірде үйден шықты. Жолы өзіне әбден таныс болып қалған сұр үйді бетке алып жүріп келеді. Түн салқын, бойы тоңазыған соң аяғын шапшаңырақ басты. Өзіне өзі,
Мен сонша қайда асығып барамын деп қояды. Екі көзге ерік беріп жылады, жанынан түңілді. Бүйтіп үреймен азаптанғанша не де болса болары тезірек болсыншы деп шариғаты. Сұр үйдің батыс жақтағы есігінің алдына жетіп тоқтады. Бұл жерден кері шығам ба, жоқ па дегенде ой санасын торлап алғандай. Мұханнан жаным артық па? Құдай өз берген жанын өз алады. Пенденің дегені болмайды, Құдайдың дегені болар. Басқа салғанын көрем деп, өзін-өз тоқтатып қоңырауға қол созды. Сақшы есікті ашып терге жөнелді. Бұл тергеушінің аты-жөнін айтып, жауапқа шақырылғанын айтты. Сақшы біреуге телефон шалып анықтап алды да, екінші қабатқа барасың деп өткізіп жіберді. Ала көлеңке дәлізі мұншама ұзын болар ма еді? Баспалдағына жеткенше бұрма-бұрма алаңның үшеуінен өтті. Сатысының биігін айтсайшы. Әлсіреді ме, әлде буын-буын үрей алып қалған ба, тізесінің шегесі ұстамай, кілкілдеп екінші қабатқа әрең көтерілді. Айтқан бөлмесінің алдына келіп, алқынған демін басып, атқақтай соққан жүрегінің суылы басылғанша біраз тұрды. Қолы қартылай есігіні қақты, ар жағынан «да» деген мұғым дауыс шықты. Кірсе өткендегі тергеуші емес, басқа бір зор денелі орыс отыр. Бұл да аты-жөнін сұраудан бастады. Өткендегі сұрақтар тағы алдынан шықты. Ленинградқа неге бардыңдар? Кім жіберді? Ол жақта күйеуің немен шұғылданды? Қандай жасырын ұйымға қатысты? Шетелдің агентімен қашаннан бері байланыста? О, тобай, қайдағы ұйым, қандай агент? Оны Марғұа естіп білген емес. Марғұа әр сұраққа нақпа-нақ қысқа жауап беруге тырысты. Өткендегі тергеуден кейін іші өзі де көп нәрсені түйіп алғандай. Артық сөз айтпауға бекінді. Күйеуінің аспирантураға барғанын, сынақты ойдағыдай өткізіп, кедергісіз түскенін айтты. Өздерін орыстарын айтсам сенімдірек болар ма дегендей, Мұханның аузынан естіген ұстаздарының атын айтты. Күйеуің тағы немен айналысты деп қояр емес, ғылыми жұмыспен айналысты. Оқыды. Тергеуші кекесімен мырс етіп, білеміз оның қандай ғылым екенін, деді көрнеу мысқылмен. Сенбексіңді сол жақта оқыған жазған қағаздары, бастаған ғылыми дневниктері үйде тұр, деді жыларман болып. Айтарын айтып алып, өзі шошынды. Артық айтып жібермедім бе деп ойлап қалды. Онсыз да ілік іздеп отырған тергеушінің қармағына өзі барып мінгендей болғанына өкінді. Сөйтсе де сыр бермей тастай қашып отыруға тырысты. Тергеуші елеңдеп құлағын тіге қалды. Тіпті қуанғандай жүзіне масаттанып күлкі ойнап шыға келді. Солай де. Біз оны міндетті түрде тексереміз. Мүмкін біздің іздегеніміз соның ішінен табылар. Сонымен күйеуің ол жақтан астыртын ұйым құрғаны рас қой, деп қайта бастырмаға жөнелді. Қандай ұйым? Естіген емеспін. Қандай ұйым екенін білмей тұрғандағы шығарсыз, деп тағы жымысқылап күлгендей болды. Ешқандай ұйымды білмеймін. Менің күйеуім ондай айналысатын емес. Ендеше біз білеміз. Күйеуіңіздің шетелдің жансызына байланысы болған. Оны жоққа шығаруға тырыспай-ақ қойыңыз. Ленинградқа сол үшін барған. Білдіңіз бе? Шетелге ақпар берген. Қазақстанды бөліп алып Жапонияға сатпақ ниетпен сыбайластармен бірігіп ұйым құрған. Астапыралла, не дейсіз? Менің күйеуіме оның ешқандай ұйыммен шатағы жоқ. Ол өзі бір оқудан басқаны білмейтін, одан өзге ештеңеге мойын бұрмайтын бір жақсы адам, дей берді. Мұқан туралы неше жылдан бері көз жеткен, өзі білетін шындығын айтты. Тергеуші не дер екен дегендей бұған көзімен шіріп қарап отыр. Марғұа жағы қарысқандай тілсіз қалды. Одан кейінгі сұрақтарын естімеді. Тергеуші де қолындағы қарындашпен столды тықылдатып біраз отырды. Ертең сағат 2-де үйіңізге адам барып, сүргіштелген бөлмені ашып, қағаздармен танысады.
Ол қандай қағаз екенін көреміз әлі. Ертең сол арадан табылатын болыңыз, деді нығырлай. Бүгінгі жауабың осымен аяқталғанын ұққан Маруа есікке беттеді. Құлағы шуылдап, миы зеңіп, өлі-тірінің арасында сүйретіліп әрең шықты. Мұқаны шетелдің жансызымен байланысқан деме. Ой, сұмдық-ай. Маруаның ойы 10 саққа санасынан сан саққа бөлінді. Бұл қиюы келіспейтін нәрсе. Тергеуші Мұқанды біреумен шатастырып отыр деген тоқтамға тоқтады. Әйтпесе күйеуінің кітап қараудан басқа бөгде іспен шұғылданбайтынын біледі. Сіңлісінің үйіне жетіп, қайтадан жылап көрісті. Олар бұның аман-есен оралғанына қуанысып жылайды. Ал Маруаның қара тастай ауыр қайғы арқалап қайтқанын қайдан білсін? Түнімен тағы кірпік іле алмады. Осы мен аузындағы сөзінен жаңылып қалмадым екен. Қағаздар үйде тұр деп айтып нем бар еді. Мұның аяқ бір бәлеге апарып соқпаса не қылсын? Мұқалының обалына қалмасам екен. Ол бәрінен бұрын осыдан қорықты. Ұзынқұлақта үрейді ұштыратын алып-ұшпа сабыр-түбір әңгіме көп еді. Бәленбайдың әйелін көрсетумен ұстапты. Түгенбайдың әйелі халық жауы болған күйеуімен бас тартамын деп қолхат жазып беріпті. Тағы біреудің әйелі куәлікке жүріпті дегендерін құлақ шалып алып жүргенмін. Жасаған ем-ай, абыройсыздықтан сақтай гөр. Ол сормаңдайлардың алдын ала құрылған шырмауықтай шымшытырық әзәзіл торға тұтылмағанын кім білсін. Тағдыры бұған қандай сый әзірлеп